Ассаламу алейкум, урматтуу серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін сентябрьдің 29-ы жумартесі күні біз сізлерге бу hafta алып кечкен вакалар хакында хабар этебиз. Донбасстаки вазиятның аля төлевы эле баглы музакерелерни Минсктен нейтраль территорияга кечирмек. Более япмак керек олғаныны уч тарафлык контакт группасында Украина темсилчиси Ирина Геращенко тушыне. Унун фикринче музакерелер нейтраль бір мемлекетте кечирилмек керек. БМТД, Белоруссия, НДК кере Украинаве ишгаль алтындаки Кырым ве Донбасс или баглы суалерге душман жери берді. Эвел БМТД Украина даими темсилчиси Владимир Ельченко Донбасс или баглы музакерелерни Минсктен башка ерге кечирмек керек олғаныны аққында білдірген еді. Киевде бу hafta Руссия элчилиги огунде чезилмеген ишлернин юмагы адлы акция кечти. Onun çerçevesinde faallер Russiyadan işgal etilgen Kırımda insan kaçıruvlarını takip etmesini talap ettiler. Şu cümleden faallер Ervin Kayda bannerını asıp koydu. 2016 senesi Mayıs'ta Bahçesaray'da kimligi belli olmagan adamlar Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin azası Ervin İbragimov'ni kaçırgan edi. Video nezareti kamerası Rusya yol hizmeti urbasında iki adam İbragimov'nun maşinasını toxtatıp onu öz mikroavtobuslarına mindirgenlerini çıkardı. Kırım hukuk koruyucular gruppası Ervin İbragimov'ni Rusya kimiyeti ya da onların nezaretinde olgan takımlar kaçırdı dep tahmin etti. Faillerinin malumatına göre Rusya Kırım'ni işgal etken son 44 adam gayip oldu. 15 kişi hala da tapılmadı. Білі люди – це ми віримо в те, що ці люди, вони викрадені. Beyazları bu adamlar inanamız onlarını kırsızladılar ve onlar sağlar. Onun için daima babaları beklengenlerin aytamız aynı bu sebepten ay geçirilgen bu aksiyaya çıkmağa ve iştirak etmek gerekmiz. Bu adamlar hakkında aytmak gerekmiz. Karaları ise bu adamların da ölgenlerini gösteriye bir sözün aytkanda jolgan son bu adamlar ölü tapılgan edi. По той информации, которой мы владеем. Бізде олған мәлуматқа көре олар 40-тан зиеде. Текрар айтам ки Кырым азат етілген сон бүгінде Русия Кырымда арби жолымен япқан жинайетлерінің да қорқыншылы рақамлары хақында белли олacak. Нью-Йоркта Украина президенті Петро Порошенко ве Полония президенті Анджей Дуда Украинада барышық тікленмек керек олғана қында лаф еттілер бұны Укринформ хабер еті. Петро Порошенко ресми векелерінің башлығында Бірлешкен Миллетлер Тешкелетінің Баш Ассамблеясының 73-ші сессиясының умуми мұнақашыларында иштирак етмек үшін келген еді. ОБМТ-нің барыштырыжы саммитінде иштирак етті ве бұның еле бір сыра күрішівлер кечірді. Сөзге есе президент Чаршембе күні чықты. Кремль мобюсы Олег Сенцов Парисның шерефлі ватандашы олды. Бұның ақында Франкистан пайтақтының шер башы Ан Идальго Твиттер сәйфесінде хабер етті. Идальго Париж шурасының қарарыны изатлар кендеді. Бұ тимсали қарарнаме, умют қарарнамесі. О Парис дайма демократия ве сө сербестлігі маячелерінің тарафдары олачағыны қайдетті. Франкистанда Украина әлчесі Франкистан пайтақтының шер башына ве бұ қарарға қол тұтқанларға өз тешекерлеріні білдірді. Эпысы қызыштырулар весеқалаштырылды. Украина арбейден асқоветлері Русия Федерациясы азақ деназында Украин гемелеріне қаршы әткен қызыштыруларының видеосына костырды. Видео язысында Мангус чешітінің катері ве Кырым сыныр гемесі әркенлері арасындаки лафлар ачық айдын әшітілі. Азақ деназында Русия Мангусты тәзлікті Украин гемелерінен яқынлашмақ тұрышқан еді, ама Лубны ве Кременчук катерлерінің әрекетлері оны четке чекті. Донбасс ве Корец гемелері тұрған ерге ona яқынлашмақ ел бермеді. Бұ гемелер кеченлері Одессадан Мариуполь лиманына келіп чыққан еді. Олар телекөсізлікні тәмин етмек үшін азағды нызынды тәшкіл етілежек Украинаның арбейдің іс құветлері базасының тәркібіне кірежеклер. Қатарлатмақ істейміз ке Кереч боғазында кечкен Донбасс ве Корец Украин гемелеріні ел бойы Русияның гемелері ве атта арби авиациясы тақып
етті. Русиялелер аселетті лүкелі яқынлашув япып, Украин гемелераны қызыштырмаға тырышқан еді. Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаға Айланд сынфының 2 катераны бережек. Бұның ақында Америка Бірлешкен Девлетлері ялы муафазасының баш офисының ресми сайтындаки иланда yazılмақта. Тантаналы тедбір жұма ақшамы күні Балтимор шәрінде кечірілді ве бұл мерасимде Америка Бірлешкен Девлетлері ялы муафазасының адмирал муавины Майкл Маккалистер ве Украина президенті Петро Порошенко иштирак етті. Катерлер берілігі ақында весиқаларны Украина назерлер кабинеті сентябрінің 12-сінде узлаштырды, азағды назанды Украина ве Русия Федерациясы арасында мунасебетлерінің кергін арттыву себебінден бұ катерлерінің берілігіне ихтияж бар. Украинаның бағылашымға кірмек істегінді НАТОға Русияның разылығы керек дегіл. Бұны баш кетіп Ян Столтенберг Русияның тыш ішлер назирі Сергей Лавров или Корошовынден сон Associated Press'ке берген тефсірінді білдірді. Столтенберг Украинаве дегер мемлекетлерінде Русияның тыжевузынен радсыз олғанына қайдеті. Ама айны заманда суық женк вақтыларына қайтмақ істемегенінде айтты. Оның үшін НАТО ве Русия арасында қонушывны сақлап қалмаға чағырды. Оз yolunu тек Украина озы тайынетіп ола. НАТОға қошылмаға істеймі яда жоқ. Нәтижеде 29 итифақдаш ве Украина о НАТОға кірмек үшін кереклі стандартларға ұйғын келгенini яда келмегенini тайын етежек. Украина меселелері бойынша Америка Бірлешкен Девлетлерінің махсус темсилжісі Курт Волкер Украина президенті Петро Порошенкоға Бірлешкен Девлетлерінің Қырым бейінамесінің копиясыны берді. Кеченлері олар Нью-Йоркта Бірлешкен Милетлер Тешкелетінің баш ассамблеясының 73-ші сессиясында көрішті. Бейінамеде Бірлешкен Девлетлер Қырым ешғалінің ешбір вақыт қабул етмейджеклері қында білдірілі. The United States does not and will not accept Russia's claimed annexation of Crimea. Америка Бірлешкен Девлетлері Қырым илхақны танымай ве бір вақыт танымай жақ. Бұ бейаннаме Уэльс бейаннамесіне пек ошай. О Америка Бірлешкен Девлетлері Балтық Девлетлерінің Советлер ишғалini танымағанына ақында. Русия әскерлері ишғал еткен Украинаның топрақларындаки муэсиселер әлі ишбірлік үшін Украина-Русия шirketlеріне қаршы махсус санкцияларны көрсетті. Украина телекөсізлік қызметінде хабер етілгені кебі ел башында ұқуқсыз түзелген анлашмаларының әсасында Луганск гүмруханесінің Изварина, Должанский ве Красна Могила қапалы кіріш чықыш ноқталарындан юкташылмасы япылайды. Ве айны бұл Русияның шirketlері Украина үкіметінің незаретіндегі топрақларда өз кірішімжелігіні түзетмеге тырышайды. Русия халқара құқыны тәшрифатсыз тарзда бозмақта. Топрақларны запт етеве дегер мемлекетлерді химиеви селяны құлана. Бұны Бүйік Британия баш назиры Тереза Мэй Нью-Йоркта кечкен Бірлешкен Миллетлер Тешкелеті баш ассамблеясының 73-ші сессияда чықыш етеркен білдірді. Баш назир Сергей Скрипаль ве қызы Юлия Солсбериді зәрленмесінден месулиетні Русияның махсус қызметлеріне юкледі. When the Syrian regime used chemical weapons on its people again in April. Бусине апрель айында Сурияда үкім сүрген режим өз ватандашларына қаршы невбеттіке сефер химиеви селяны құланған сон, Британия, Франкистан ве Америка Бірлешкен Девлетлері еле бірлікті бұны тоқтатмақ үшін әрекетлер көрді. Бусиненің башында Русия соз береді новичок чешетінің сынырлы паралич маддесіні құланған сон, Бүйік Британия, НАТО, Авропа бірлігі ве дегер ортақлар еле бераберлікті Юс әлі Русия истихбарадзе битлеріні кері йолады. Бүгінде Русия тәшрифатсыз тарызда халқара құқны боза. Оның үшін келечекте боле әрекетлерге йол бермемек үшін біз бірлешмек керекміз.
Украина Юқары Радасының рейесі Андрей Парубей Олег Сенцовның намзетіні Нобель мүкафатына көстермек үшін қарарына бұ авта имзалады. Бұның ақында о Твиттер сайфасында хабар етті. Парламент рейесі Олег Сенцовның Русия саралегінден азат етілежігіне инанғаны ақында язды. Олег Сенцовның намзетіні Дүния мүкафатына көстермеге Полония сабық президенті Лех Валенса тәклиф етті. Сентябрдің 18-ында Юқары Рада бұ тәклифні мақұл көрді. Урметлі серджелер, бұ дақиғаға бұ сонки хаберімізі дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV елі олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенже.